Қайырлы кеш, құрметті көрермендер мен қала қонақтары. Эфирде әдеттегідей қоғам және әйел бағдарламасы және жүргізушісі Жансая Ғалымжанқызы. Еңбегі сіңген еліне, шығады елдің төріне, жүре берсін ұстаздар биіктерден көріне деп, ақындарымыз жырға қосқан ұстаздардың әрқашанда мәртебесі үстем. Бүгінгі бағдарламамыз қаламыздың құрметті азаматы, көп жылдар бойы ұстаз болған Кеніш Уәлина Уәлиқызына арналмақшы. Ұстаз ұлағатты есім, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбиемен жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Осындай тұлғаның бірі қаламыздың құрметті азаматы, ұлағатты ұстаз Кеніш Уәлиқызы 1947 жылдың 1 мамырында Ұлытау жерінің Қызылдиқан жерінде дүниеге келген. Әкесі Уәлі Тоқожин кезінде аң аулап, құс жүгірткен саятшы адам болған екен. Ал анасы үй шаруасындағы адам болыпты. Әкесі Уәлі балаларына қаракер атым, ұшар деген тазым бар деп әңгіме айтып берген деседі. Әділдікті жақсы көрген Уәлі Тоқожин қиссаларды жатқа айтып, ауыл адамдарына қамқор болған. Өз ортасында өте сыйлы болыпты. Найман Жабай руынан шыққан Кеніш Уәлиқызы 1955 жылы 1 сыныпқа барып, 1965 жылы 10 жылдық мектепті бітірген. Содан дәрігер мамандығына оқуға түсемін деген Кеніш Уәлиқызы арманына қолы жетпей, 1967 жылы Евней Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне филология факультетіндегі қазақ тілі мен әдебиет мамандығына түскен. Кеніш Уәлиқызы, біздің алғашқы бағдарламамызда өзіңіз қоғамдағы әйелдердің рөлі жөнінде нақты ақпарат берген болатынсыз. Өзіңізде Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі боласыз. Осы ұстаздық жолды қай жылдан бастап атқардыңыз? Ұстаздық жолды 1967 жылдан бастадым. Біз 65 жылы мектепті бітірдік, бірақ ол уақытта өздеріңе белгілі конкурс деген керемет болатын. Сол конкурста мен өзім дәрігерлік мамандығын армандаған болатынмын. Соған барып 2 жыл қатарынан 12 балдан аспаймын, 15 бал керек медицинға. Содан кейін 1 жыл оладым, 2 жыл оладым конкурстан, 3 жылы ойладым, қой, оды жүре бергенше медицинға барайын да мұғалім мамандығын алайын. Өйткені мұғалімдарға да еліктеген кездеріміз болған. Енді 2 мамандық таңдау қиын ғой. Сонымен сосын мұғалім болуды, медицинға 3 жыл барғанда түстім де Қарағандыдағы. Сол медицинға түсіп, содан кейін ары қарай жалғастырып оқи бердім. Енді осында мысалы қиындық болғаны бізде ол кезде қазақша барлығы оқығанымыз. Ауылда оқыдық мектепте, енді ол жерге барған уақытта орысша, лекцияда бәрі орысша, сол кездерде кішкене қиындық болды. Бірақ біздің ойымыз, ақылымыз бәрі білмеймін, сол кезде дұрыс жетілген бе, жоқ әлде бірінші семестрден кейін алып кеттік. Міне осындай қиындықтар болды. Одан кейін сосын жаз бойында біз демалмаймыз, қазір студенттер сияқты. Селқой жұмыс болатын. Сол селқой жұмысқа барған кезде сонда жаңағы кейде, бірақ оған біз төзімді болғанымыз. Кей жерде мысалы нан болады, кей жерде нан болмай қалады. Міне осындай қызықты. Бірақ оны біз қызық деп ойладық, қиындық деген жоқпыз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Яғни сіз балалық кезіңізде мүмкін өзіңіздің ұстазыңызға қызыққан боларсыз. Сол кездегі қызықты шақтарды айтып берсеңіз. Сабақ бергенде біздің мұғалімімізді мынау қазіргі мектеп директоры болып жүрген Шабал Бейсенбекұлы, сол кісі, содан кейін Артығалиева деген математик мұғалім, Клара Қапанова деген осы бар, 5 жас маман бізге келді. Сол кезде біз бәріне қарап қызығатынбыз, жасыратын жоқ. Содан Шабал Бейсенбек бізге класс жетекші болды. Сонда ол кісінің қолында указкасы, только ол кісі өз өнер адамы ғой әрі. Сондай қатал осы
Бірде біз қызық болды. Космос кино театры ашылған Рудникте. Соған түгел балалар айтты, біз де бір қашып кетіп көрейік та, сол театрға барайық сабақтан. Не деп, соңғы сабақ география тұғын. Жарайды деп, менің қала беретін, мен де сол күні делік барлық қой. Сол балалар айтты, сен келгесін ғой дейді. Бір уақытта кино басталып, не қалар свет жарқата қалды ғой. Сол кезде бәріміз қатып түрегеппіз мұғалім келгендей. Сөйтсек, арасында біз іздеп келген жаңағы Шабал Бейсенбековна тағы бір кісілер екен. Бірақ сонда мектептің директорының кабинетін білмейтінбіз. 7-ші мектепте, Рудникте. Ол 1-ші этажда болған екен. Сонда тәртіптің қаталдығы ма, жоқ әлде біздің тәртіптілігіміз ба, сол оқушылардың біреуі де білмей кетті. Міне сөйтіп сосын түрегеліп, кәні, кім бар деген уақытта бәріміз ақыры шығып тұрмыз. Сол шығып тұрғаннан кейін, таяқты көргеннен кейін жүгіріп, кәдімгі қойдаған нелер жасап, келіп мектепке келдік, келіп тұрып бәріміз отырмыз. Сосын бір уақытта ұрсып бізге енді осында қамаласыңдар деді ғой. Сонда қамалсақ қамалайық деп үндеген жоқпыз. Міне осындай қызықты күндері болды. Енді ойлап отырсақ, сол күні біз қорықтық, үйге ата-анамызға айтса, не болдық деп. Жоқ, ата-анамызға айтқан жоқ, өзімізге айтты. Түсіндіңдер ме? Түсіндік. Осыдан кейін қашасыңдар ма? Қашпаймыз. Міне сондай қызықта, қиындықта сондай бір кездері болған. Енді соның барлық арасында мұғалімдердің айтқанын тыңдағандықтың бізге жаман болған жоқпыз. Сол мұғалімдердің арқасында біз өте жақсы игерілдік білімді. Өзіміз, мысалы математика мұғалімі бізге олай талап қоятын. Құрайшы тұрып, мылқау адам құсап есеп шығармаңдар, айтып тұрыңдар. Не шығарып жатсың, мен естуім керек, оқушылар да түсіну керек деп. Сонда біз айтып тұратынбыз соның барлығын. Сөйтіп шығарып беретінбіз. Сосын енді мысалы бізге жаңағы қазақ әдебиетін беріп жатыр Абай жолы. Осы Абай жолынан кейбір балалар айтады, құлатын күн бола ма екен деп. Абай жолын дейді, спектакль қылып көрсетіңдер. Біріңмен бірің үйлеріңе барғанша ойнап барыңдар, кәдімгі деп. Сондайды соның бәрін орындайтындығымыз. Географияда мысалы мынау Европа мен Азияны Орал тауы бөліп тұр деп солай бастайтында, соны өздерін кетіп бара жатқанда екіге бөлініп, мынау Орал тауы, мынау Европа, мынау Азия деп сөйтіп. Міне осындай кездерде сол баланың миына қонымды болды ғой деймін. Қазіргі көрнекіліктен гөрі сол өте жақсы. Сондай ұстаздардың арқасында біз жақсы бітіріп шықтық барлығымызда. 3-11 бітіріп шықтық. Және мен жүрген жерде сондай болады. 3-11 басында 10-нан бітіретін, 11 бітіретін болдық. Біз сатушылар класы болдық дағы, сосын ұлдарды бөліп алды автослесарь. Қыздар бір тобы швея деп. Мен сонда жаңағы 3 топтың ішіндегі үздік бітіргендердің көбі 2-3-6 медалы болды. Сол басқа да енді ең төменгі бітіргендердің барлығы кәдімгі аттестатта 3-тен бағы аз болды ғой. Осылай бітіріп шықтық. Міне мектепті де үздік дипломмен бітірдіңіз. Одан кейін студенттік өмірге қадам бастыңыз. Сол кезде қандай қиын сәттер болды? Қызықты кездерде болған шығар, соны әңгімелеп берсеңіз. Бұл енді оқуды бітіргеннен кейін кім болам деп, дәрігер болған жүрген апам бірденнен мұғалім болып шыға келгенде, ол енді шыны керек, қиын да болды, қызық та болды. Өйткені балалармен жұмыс істейсің ғой. Анда мысалы енді аурулармен жұмыс істеймін деп, мен өзім енді өте жақсы көрдім дәрігер мамандығын. Бірақ енді ол болмағаннан кейін жаңағы айттым ғой, мұғалім болуға талпындым да кетіп қалдым деп. Сонда жаңағы кейде отырып ойлаймын, осы мен мұғалім болмай дәрігер болсам, бір ауру енді өзімді өзім успокоить еткенім ба, егер ол ауру болып қалса, мысалы мен жауапты алып кетемін ғой. Мынада бір жағынан жақсы ғой, осы мұғалім болғанның өзі мен қалай дәрігер болам деп ойлағам деп, солай қызығушылығым артты. Міне өйстіп, әрі жаңағы ұстаздарымыздың жақсылығынан ба, ол енді өмірге жаңа қадам басып, мектепті істеуге бел будым. Содан бел болғаннан кейін Жезді мектеп интернатында болдым, өзіміздің жақтарда болдық, сөйтіп жүріп, ақыры осы 14-ші мектептен бірақ шықтым ғой. Енді ол шыққаным жаман болған жоқ. Ол кезде енді орыс мектептері көп, қазақ мектебі бір-ақ 27 тұғын. Ол енді қазақ мектебінде қазақ тілінен беретін мұғалім директордан бастап 8, 9, 10 отан екен. Бізге өлсең орын жоқ. Күтіп та жүрдік арасында. Оған енді болмағаннан кейін аяғында сол қадам басқанымыз нәтижелі болды. Сонымен жаман болған жоқпыз. Енді осылай кетті ғой. Жалпы қыз бала болғаннан кейін әр қыз бала ана болуды армандайды, тұрмысқа шығуды армандайды. Сіз өзіңіз қашан тұрмысқа шықтыңыз? Мен өзім оқуды бітіргеннен кейін тұрмысқа шықтым. 68-ші жылы. Бұл біздің уағымызда Атырауытқа келетін, Алматыдан бітірген, Қарағандыдан бітірген, Жан-жақтан бітірген студенттер 2 жылға деп келеді, 2 жылдан кейін кетеді.
Бұл кісі де сол Алматыдан өз Жаңарқаның жігіті келіп, сельхозды бітірген, главный инженер болып келді. Келгеннен кейін, отработкасы біткеннен кейін кетпей жүрді. Сол уақытта біз енді студентпіз, келеміз, кетеміз, сыртынан көреміз. Сосын главный бет 3-4 жігіт өздері бойдақ. Сосын күндердің күнде жаңағы бір кешке таныстырды бізді. Кеш болғанда өздері жігіттер енді ұйымдастырған ғой. 23 ол уақытта февраль жақсы тойланады ғой. Соған енді мысалы біз үйдің адамдар қатал, мені жібере қоймайды. Сосын қыздар келіп, біз өзіміз бір қыздың үйінде отырамыз деп мені алып кетті. Мен айттым, мен бармайым, барсам ертеңгі күні бірдеңе болса бәле болады деп. Біздің үйде де олар менің өзімді алдап барсақ жаңағы енді мамандар өздері әжептәуір отырар екен, барлығымыз бардық. Сосын барғасын бірінші неден кейін мен біздің уақытымызда бәлен үстел жоқ қой. Ет, одан кейін шай. Сол ет жеп болғаннан кейін мен атып шықтым да айттым, мен кетем. Болмайды енді уақытым жоқ деп. Сосын сол кезде балалық па, жоғалды ма, жүріп шықтым да қырасында үйден де қорқып баратым. Жүріп шықтым да етігімді киіп алып, тарзылатып қысты күні жүгіріп келе жатқам, артымнан бір екі адам келіп ұстай алды, былай. Қайда барасың? Біз адам жемейміз, біз талай қыздардың ішінен шыққанбыз. Соңында ешкімді жеген жоқпыз. Оныңыз ұят болады, қазір біз апарып саламыз деп. Сосын ақыры сол мен білгенде екем, ертеңіне сол күні біз кеткеннен кейін, енді тарап кеткеннен кейін де шамалы отырыс болған ғой. Сол жерде жаңағы совхоздың кассирі, бухгалтері өздері көбірек ішіп, кішкене шипы болыпты. Сосын оны парторг, менің ағам парторг болған. Сол кісіге түседі ғой. Сол түскеннен кейін жаңағы кімдер болды дегенде, әйтеуір мені айтпапты. Менен басқа қыздарды айтыпты. Сосын үйге келіп, келгеннен кейін маған айтты, сенің бармағаның қандай жақсы болды, біз сені барма дегенде осындай болатынын білеміз ғой. Міне сен спокойно үйде отырсың деді. А мен бірақ ұрлық істегендей қатты қынжылдым, қысылдым. Қап, оны не айтсам ба екен әлде деп. Сосын жаңағы жеңгелермен ақылдасып, қайтесің енді, болды ғой, сені болмады десе, жарайды деді. Сөйтіп, сол адамда құтылып кеткенмін. Бірақ артынан кейін айтсам, өздері осы күнге дейін күледі ғой. Шіркін-ай, сол уақытта қазіргілер болса кетіп отырады ғой деп. Аты Төкенов Жұмабай, Әбілұлы. Ол кісі өте жақсы маман болды. Мен алдарыңызда тұр. Содан сол совхозға директор болып қалды. Сөйтіп мол қалғаннан мені қайтып келгеннен кейін енді Құдайдың жалуы шығар, бас қостық қой. Сол жерде мектеп совхоздың директоры болды. Ол уақыттағы директорлар қазіргідей емес, демалыс дегенді білмейді, отпуск дегенді білмейді. Таңертеңнен кешке дейін. Сосын ол уақыттағы мотормен свет жанады ғой. Сонда ауылдың адамдарының мен тұрмысқа шыққанда айтатын қуанғандарын көрсеңіз үлкен кісілер. Дұрыс болды ғой, ол Жұмабай кетсе, біздің светіміз жанбай қалатын деді. Сондай әңгіме де болған. Сөйтіп сол жаман болған жоқпыз. Одан ол жезіге сельхозтехникаға бастық болды. Одан қайтып осында денсаулық кішкене сыр бергеннен кейін қалаға келдік. Қалаға келгеннен кейін қалада тұрақтап қалдық. Сонымен 3 баламыз болды. Бірақ біздің уағымызда жаңағы мен орыс мектебінде істегеннен кейін бе бала тумаңдар, декретке кетпеңдер деген ұран болды. Сонымен ұстап қалдым дағы, шынында да біз біреу айтса бір нәрсе, соны ұстап қалатын біз. 3 бала ғана, бала шектеулі болды. Енді үшеуі де жаман болған жоқ. Қазір барлық үшеуі де әке, отбасылары бар жеке-жеке, өздерінің балалары бар, үйлері бар дегендей. Бірақ енді кейде мен өзім ойлап отырам, мен қатарлардың ең азы 5 бала. Мен неге шектеп қалдым екен деп. Сосын өзімді өзім жұбатам, о Құдай мыңда тәуба, осылардың тірі болса болды, осылардың қызығын көрейін деп. Міне осындай жағдай. Әйел адам болғаннан кейін көп жаңағы үйдің ошағы әйел адам ғой. Көп міндет әйел адамға жүктеледі. Сіз осы қызметпен бірге, мұғалімдік қызметпен бірге бала тәрбиесіне, үйдің шаруасына үлгердіңіз бе? Өте жақсы үлгердім. Үлгергенде бірақ анау менің өз ағам бар, сол кісі айтатын тұғын. Біздің келіш заманның тиіш уағында культураны құл ұстады деп. Онысы енді интернаттың қыздары болады ғой. Солар мысалы өздері сұранып тұрады. Балалар үй жинап берейін ба, мұғалім кілтті бересіз бе, үйге барып келейін бе деп. Менен долай емес, жағы берем, үй жиналады, үй келгеннен тамақ істейміз, сосын қонаққа барасың, бәрін үлгеріп тұрдым енді. Баланы да тәрбиелеп, балаға да, басқаға да қарауға өзіміз үлгердік бәрін. Ал енді ол үлгермеймін деп мысалы жалқауларын жата берсең, мүмкін енді біздің уақытымызда солай тұғын. Қазіргі жастар мысалы түнде жүреді, а біз тура сағат 10 ба, сабақтың жоспарын несін 12-ге дейін жатып бітсек, 12-ге жата қаламыз. Күн таңертең ерте тұрып, пеш жағу керек және. Жата қалып, таңертең ерте тұрып, қайтада пешті жағып, соның үстіне қойған шайнекті, айдаған шайдан ішеміз де мектепке кетеміз.
Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, мектеп оқып жүрген кезде ұстаздарымыз ұрсатын тұғын, білімге жаңағыдай беттей тұғын. Қазір көп өзіңіз білесіз, қазіргі жастар жаңағыдай мұғалімдерге қарсы сөйлеп жатады. Соған не айтар едіңіз, не себепті? Енді ол үйдегі ата-анаға да байланысты. Қазіргі ата-аналар мысалы баласына әй деп қалса жүгіріп барады. Жастар өздері баланы тәрбиелемейді, бірақ мектепте тәрбиелеген баланы мұғалімдерге қарсы жүгіріп барады. Сен менің балама неге тиесің? Олай деген болмайды, мен өзім тәрбиелеп отырмын дейді. Ал ол уақытта бізді жаңағы мектепке барғаннан кейін неге де мұғалімнен бірдеңе сөз шықса, енді жиналысқа ғана барады ата-аналарымыз. Сонда сен туралы жаман болса, біттің дейтін. Біз сосын көп сөздің мағынасын біз сұрамайтынбыз. Қазір балаларға бірдеңе айтсаң, мағынасын сұрап отырады ғой. Сондан да болар, біттің дейтін болғаннан кейін біз жаңағы енді біттің дегесін өтірік тастайтындай көріп тұратынбыз. Қазіргілер бұрынғылар мұғалімнен қорқатын. Мұғалімнің айтқаны заң тұғын. Сосын да біз алғашқы бастауыштасын жүргенде, мысалы кешкі мұғалімдер бізді сабақта отырғанда айтады ғой, бүгін кешке рейд болады, үйлерінің терезелерінен қараймыз деп. Соған біз сенетін тұғынбыз. Терезені кешке қарай жараймыз, көрпемен жапшы, штормен жаппаш, мұғалімдер қарайды деп. Соның барлығы сенім жақсы екен негізі. Қазіргілерді үстіне қасқырдың терісін жамылып келсе бала қорықпайды ғой. Міне осыдан да болар деп ойлаймын мен. Негізі қорыққан емес, сыйластықты бізге көп үйрететін. Әкеміз үстелдің басында отырғанда өзі қатал адам болды, бірақ өзі өте баланы жақсы тәрбиелейтін. Сонда жаңағы ел ішінде әңгіме болады екен, менің әкеме туәлі ғой. Бала тәрбиелесе уәлі тәрбиелесе, өзін уәкең дейтін, уәкең тәрбиелесін шіркім деп. Сонда жаңағы әкеміз ұрмайды, ұрыспайды, бірақ айтқан сөзі бізге заң болып қалатын. Қазір міне өзіңіз аяулы ана, әже, ақ жаулықты әже атанып отырсыз. Мүмкін сіздің жолыңызды жалғап жүрген балаларыңыз, немерелеріңіз бар шығар. Енді менің немерелерім ішінде қазір Астанада 2 қызым оқып жатыр. Біреуі менің қызым, біреуі Отидегі жаңа үлкен ұлдың қызы, Әсем Әлия деген. Сол Әлия қызым жалғастырып жатыр. Енді мыналардың ішінде шығатын шығар. Бұлардың ішіне жалғап жүргендері жаңа тақпақ оқу, сосын өнерге қатысу, осындайлар жағында бұлар бар. Бірақ балалардың ұлдардың ішіндегі көрініп, менің педагогтық жолымды қуаныш қайшы жоқ. Олар өздерінің мамандығы бойынша кетті. Сосын жарайды, енді ешкім зорлаған жоқпыз, өздері ақылдарымен істегеннен кейін, және ер адамға бәрі лайық қой. Шақты, горный мастерлері, одан кейін банк қызметкері, осылай өздері кетті олар енді. Қазіргі жастардың тәрбиесіне көңіліңіз тола ма? Көңілім толмайды дегенім ұят болады ғой қызым, көңілім толады. Бірақ кейде өкпелейтін кездерім де бар. Қазіргі оқу, мысалы біздің өзіміздің алдымыздан шыққан баланың қандай екенін білесің ғой. Мектепке келеді, бітіріп. Сосын қалай десең қызыл диплом дейді. Осыған мен таң қалам. Мектепте өзі әлем көтерген бала қызыл диплом. Сөйтсек ақша береді екен ғой. Сондықтан сосын олар жұмысқа істемейтін сол екен. Екі дипломы барлар жүреді мысалы. Қазіргілер жаңалық бітіріп келгендер ішінде. Бірақ ой менің істегім келмейді. Папа сказал, мама сказал деп солай. Ол өзінің мамандығын сүйіп тұрса, өзі шындап оқыса, мен ойлаймын сол істер еді деп. Сол мамандықты меңгерер еді деп. Олар жаңа ақшамен бітірген оңай диплом. Қарасаң енді 2 диплом, екеуі де қызыл диплом, бірақ аз берейін. Сонда енді толады деп айтамыз, бірақ шынды түбінде кішкене ренжіп отырамыз ғой енді, шыны керек. Ал онда ол істеген, бірақ оған да рахмет. Істеймін деп бармайды, барса істей алмайды. Сосын шамалдан кейін арқашылық кетіп қалып отыр. Осындай жағдайлар қазір көп. Мысалға айтар болсам, көп жастар бір мамандықты таңдайды да, сол мамандық бойынша қызмет атқармай жатады. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Енді ол толық дайындалмаған деп ойлаймын мен. Әйтеуір кейде болады ғой, шыны керек. Ақша бар, әкесі де айтады үстел басында, бір диплом бар жүзің. Сосын мейлің, диплом алсаң жерде қалмайсың дейді. Осыған бала еліктейді. Ал бала егерде өзі еңбек сіңіріп оқыса, өзі басы қатып оқыса, онда ол мамады тастамайды, соны меңгереді қайтсе де. Меңгермейтін нәрсе жоқ қой мысалы. Адам өзіне бір ой келсе, осыны мен осылай қыламын десе, соны менің меңгеріп, жақсы болып, сол мамандықты игеріп кетеді. Енді оны олай ойламайды олар. Мен мысалы осыны оқыдым, осыны бітірдім, маған сол жетеді деп ойлайды, сосын тастап кете береді. Оған ренжитін үйдің іші де жоқ. Жарайды енді. Тірі болсаң болды дейді көбіне. Және қазірдан жасыратын жоқ, неде бар ғой, суицид дегенде бәле шықты ғой. Осыдан көп ата-ана қорқады енді. Сондай болып қалар, құрсын, жарайды тірі жүрсін дейді.
бірақ ол енді бала түсінгенше кеш болып қалады ғой. Әрине Құдай сақтасын ғой, әркімнің отбасында қазір өз бала шектеулі, 3 бала, 4 бала, әрі кетсе 2 бала, 1 бала. Мынау болашақ жастарға, болашақ ұстаздарға қандай тілегіңіз бар? Болашақ жастарға енді мен айтам, бұлай жастардың көбі ақылсыз емес. Осы кейде қарауыздың шет мемлекеттерге барып оқып келіп жатыр ғой. Ағылшынды меңгеріп жатыр, бүйтіп жатыр дейді. Соның орнына сосын демалысқа да шетелге барады. Мен өз басым соны іштей жақтырмай отырамын. Шетелде біздің неміз бар? Өзіміздің Қазақстанымыздың көрікті жерлері қаншама, көрікті адамдар қаншама, өздерінің жаңағы үлгі алатын адамдар қаншама. Біздің Абай мен Мұхтарымыздан үлгі алған адамдар өмір кем болады деп айтпаймын мен. Қаншама ақыл кеңестері бар. Мысалы сондай әйелдер, қыздар да көп ақ. Міне осылардың барлығы, сосын өзіміздің, мен айтам, тіпті мынау біздің Алғабас деген жеріміздің жаңағы осының өзі дейін кезінде келген шетелдіктер айтқан ғой, оның суы бұлақ, 3 бұлақ, мысалы бас бұлақ, орта бұлақ, кіші бұлақ деген. Солардың суы аккумулятор құяды екен. Зерттегенде айтқан. Адам оны зерттеуге шым жоқ. Суын іше берсең, ешқандай тоймайсың. Тоймайсың. Содан кейін мөлдір. Енді біздің бала кезімізде бұлақтың басына баратынбыз. Сосын оның емдік қасиеті бар. Құлағынан бұлақ аққан балаларды соған апарып 3 күн жуындырса, дәрігердің емі де жоқ, уколы да керек, құлан таза аяқ кетеді. Сосын бір жаралар бірдеңе шықса, соңында жаңа пісімілер ақмарақ деп әжелер апарып жуатын, одан кейін ол жараның орнында қалмайды. Мен сондықтан мен ойлаймын, өзіміздің жеріміз, еліміз сол біздің шет мемлекет, Швейцария. Мысалы біздің мына Ұлытауымыз қандай жер, киелі жер. Ол ерте кезде ата-бабаларымыз соғысқанда сол жерді паналаған ғой. 300 мың басқан қосқан Ұлытау деп айтқан. Енді осы жерден асып шет мемлекетке барамыз деймін мен айтамын. Сол жердің ауасына барып демалсаң, сол жердің суын ішсең, одан артық ештеңе жоқ. Жоқ, олай емес, отпуск алсақ, 10 күн болса мен Турцияға барып келемін дейді. Ал Турцияға барып отсақ, самолет ұшпай жатыр, соған сыймай жатыр. Сондықтан мен өзім әрине бірақ барғанда дұрыс шығар, көргенде дұрыс шығар. Көп айтады, көру керек, жүру керек деп. Мен айтамын, көргенің деп барсаң, түріктің киносын көр, сол жерде. Одан басқа не бар деймін. Біздің жеріміз, еліміз өте бай ғой. Осы байлығымызды сарқылтпай, құнарлы байлығымызды меңгеріп, жастарымыз аман болсын. Әрі қарай енді ата-бабаларымыздың әперген жерін, суын мәңгілік ел деп атыр ғой, қазір мәңгі ұстап, қайтадан сол қалыпқа келейік деймін мен айтамын. Болашақ ұстаздар арасында да келеді, келгеннен қиындыққа шыдамайды олар. 1 грамм шыдамайды. Мысалы біздің мектепке келеді ғой ұстаздар. Сосын келгеннен кейін 2 сабақ, 3 сабақтан кейін расчетқа заявление жазып отырады. Директор сабағына кіреді ғой, кірсе замечание айтса, мен оның бәрін оқып шықтым, маған неге замечание айтасыңдар деп сөйтеді. Ол дұрыс емес. Өлгеніңше замечание болу керек қой адамда. Мен айтам, жұмыс жаңа қыздар айтып отыр ғой, оларға айтам, сөйтеді, маған кейде оларда жұмыс шығарады. Мен айтам, театр деймін, болдың ба? Айтатының бар ма? Жоқ дейді. Ал енді сен өлгенің үшін үйрен деген сөзді өзің ойлашы деймін. Өлгенің үшін үйрен деген сөз сен ештеңе білмеймін. Мысалы мен өзімде деймін, бір нәрсені білемін деп айта алмаймын. Білгенімнен білмейтінім көп. Осыны істеймін, оқимын, біреулерден сұраймын, біреулерден білем. Сөйтіп барып негізі үйренген жаман болмайды. Үйренуден жалықпаңдар. Ұстаздық екен жалықпас, үйретуден балаға деген ғой. Сондықтан ол ұстаз сосын барып үйретеді. Сосын көбі қазір курстардың өзі, бірақ осы мынау бізде қазір курс деген көбейіп кетті ғой. Сол курстарға барып келсе, енді былтырғанда Назарбаевтың курсы деп мұғалімдер 3 ай бойы оқып келді. Қазір енді жаңа айтып отыр өздері, ол курсымыздан кейін тағы жаңадан бірдемеден курс шықты деп. Осы да ол шаршатады. Біздің уақытымызда мысалы 5 жылда бір курс өтетінбіз, 1 ай өтетінбіз. Содан кейін оны алғай апарып жұмыс істейтінбіз. Қазір олар оны істеп үлгермей, қайтадан курс дейді. Сондықтан енді жастарға айтатыным, табандылық керек, шыдамдылық керек, өз ісін жалмай, қызармайтындай болып, жалықпай іздену керек. Негізі ең бірінші іздену керек. Ол іздену қайдан келеді бізге? Кітап, журналдары. Мен өзім орыс мектебіне барсам да, біреуінің мұғалімдері газетке жазады, бәрі жылайды, 1-ақ газетке жазылады, 2-ақ газетке жазылады. Мен бір күні 1 айлыққа жазылыппын ғой. Сонан не қылғанда гарантиядан звондап шығарып қаппасымда. Сіздерді уәдені ұстазып бар. Ол өзі ақша керек жоқ адам ба деп. Сосын сүйдеп жатыр, содан кейін айтады, маған гарантиядан звондайды. Біз ертең сіздің айлығыңыздың жартысын қайтып береміз. Сонда не үшін, мынаны жемейсіңдер ме деп. Мен айтамын, мені дағды ғой. Өйткені мен бұл жерден жаңағы істейтін өзіме, біздің уақытымызда компьютер жоқ қой, қолымызбен жазамыз. Іздейтіннің барлығы сол журналдан, газеттен аламын.
әсіресе шеттегі мемлекеттердің газеттерінде сол уақыттарда военно-патриотический журнал деген болды. Сосын «Вокруг света» деген журнал. Осы екі журналдар адамның басқаның қалай адам жасау керек, одан басқаның бәрін алуға болатын. Міне сондай. Сосын мен ойлаймын, ізденбейді қазіргі компьютерден бірдемені қарайды да, соны ала салады. Оның дұрысына тағы қарамайды. Негізі адам өзінің басымен құрап, өзінің басымен ойланып баса, мен сол өзіңе өмірлік азық деп ойлаймын мен. Ұстаз деген ұлы тұлға дейді, сондықтан да сіз міне көп жылдар бойы еңбек етіп өзіңіздің ұлағатты ұстаз екеніңізді таныттыңыз. Еңбегіңіз жана берсін. Осы кішкентай ғана немерелеріңіздің, ұлдарыңыздың қызығын көре беріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз ешқашан. Осылай біздің бағдарламамызға келіп, бізбен сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Сырым, ғалым, сәлім атты 3 ұлды дүниеге келген Кеніш апа қазір 9 немере сүйіп қызығын көруде. Ал келіндері болса, аналарына қарап үлгі алып отыр. Енді біз осы мамамыздың арқасында естіп, бұл кісі бала тәрбиелеп, үйде бізді тәрбиелеп, бәріміз енді отбасы болып анамызға қызық қуанышымызды көрсетіп жатырмыз. Енді дені сау болсын, анамыздың өмір жасы ұзақ болып, әлде де біздің қызық қуанышымызды көре берсін, ұзақ өмір жасай берсін, денсаулығы мықты болып. Естіп енді бұрын басқа балалар тәрбиелеп жатыр, енді демалысқа шығып, өз немерелеріне қол тиіп, өз немерелерін тәрбиелеп жатыр қазір, көріп жатсыздар. Енді анамызға деген ризашылығымыз шексіз, осы өстіп жүргеніміз, ойнап күліп бәрі анамыздың арқасы. Енді өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болып, әрдайым біздің қызық қуанышымызға тоймай қызығымызды көре берсін, басы аман болсын, денсаулығы мықты болсын. Барлық немерелері де мектепте озат әрі үздік оқушылар. Бірі ән айтса, екіншісі мәнерлеп өлең оқиды. Әрі ұстаздарының берген өлеңдерін жаттап алады екен. Алланың өздері аз, сөздері аз, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның 4-і. Алланы танытуға еш айырмас. Аманты оқымаған кісі бар ма? Уақыты бехи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер. Жарықпен ол сіздерге, сізді оларға. Махаббатпен жаратты адамзатты, сен де сүй Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, қақ жол осы деп ғадаләтті. Әжем менің әқ әжем, мен сені сыйлаймын. Қазір мен уақытында сені жақсы көрем. Кел бауыр оқық, бір Аллаға сеніп, кел бауыр оқық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқық. Оқысаңыз бауыр, шамнан шақ жағылар. Тілегеннің алтынан іздемей ақ табылар. Сиса көйлек үстінде тоқу менен табылған. Сауысқанын тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Тұғыры биік тәуелсіздігіміздің жасампаздығына көз жеткізіп, өздерінің еңселі еңбектерін тек шәкірт ғұмырына арнаған, өмірге өзі де бақытты болып келіп, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп, халық қалаулысы атанып, бақытты шаңырақтың иесі болып отырған Кеніш Уәлиқызы қаламыздағы Мұхтар Әуезов атындағы номер 14-ші жалпы білім беру орта мектеп қабырғасында қажырлы еңбегімен танылған. 45 жыл бойы өмірін шәкірттерге білім беруге арнаған ұлағатты ұстаз Кеніш Уәлиқызы осы білім ошағындағы ұстаздармен бірге көп жылдар бойы қызмет етіп, мектебінің мақтанышына айналған. Ұлылықтың ұйтқысынан жаралған, өнегеннен барлық шәкірт наралған, шапағатты шуақ сепкен ұстаздар, өздеріңнен бастау алар бар арман.
Ұстаздар жақсылықтың жол ашары, қолыңда шәкіртіңнің бала шағы, өмірді алға қарай өрлететін сендерде ұлы отанның болашағы демекші. Аталмыш мектепте ұзақ жылдар бойы оқушыларға білім нәрін сусындатқан Кеніш Уәліқызын мектеп ұжымы зор қошеметпен қарсы алды. Еңбек жолын Алғабас ауылында бастаған Кеніш Уәліқызы 1981 жылы Мұхтар Әуезов атындағы номер 14-ші орта білім беретін мектепте қазақ тілі мен әдебиеттің ұстазы болып жұмысқа орналасқан. Сол жылдан бері ақыл парасатымен көрінген Кеніш апа осы мектепте 32 жылдан артық қызмет атқарып, оқушылардың бойына адамгершілік қасиетті дарытқан. 1990 жылы Гүлнара Бекишева аталмыш мектептің директоры болып келген екен. Сол кезде Гүлнара Шахмұрат қызының тәлімгері осы Кеніш Уәліқызы болыпты. Сол жылдары Кеніш Уәліқызы мектепте түрлі іс-шара өткізіп, бізді кешке дейін жүгіртетін деп мектеп директоры мен шәкірті күліп еске алады. Білім беру жүйесінің үздігі болған Кеніш апаның шәкірті Мұхтарима Жүнусова осы ұлағатты ұстаздан тәлім алып, бір мектепте бір пәннің ұстаз болып келеді. Бізге қаталдықпен қараған Кеніш апам көптеген қасиеттерді бойымызға сіңірді деп, өзінің балалық шағын осылай еске алды Мұхтарима Жүнусова. Ол Кеніш апа өзі бізге кішкентайымыздан тәрбие берген, ол кісінің тәрбиесі қатты, мықты болаттығын, себебі ол кісі өте қатал болаттығын, сабақты оқымасаң кәдімгідей жазалайтығын, қатты сөздер айтып, жаңағыдай дұрыс жолға түсіңдер деп дұрыс жолға тәрбиелейтігін. Соның жолы болды ма, әлде өзім сондай бір осы кісіден қатты бір тәлім тәрбие алдым ба, осы кісінің жолымен мен де ұстаз болдым. Содан 1995 жылы осы номер 14-ші орта мектебіне ұстаз болып келдім. Сол кезде келгенімде алдымнан осы Кеніш апай қарсы алып, әрі қарай өмір жолын бірге жалғастырдық. Міне содан бері 20 жыл өтті. Еңбек жолын бірге қызметтес болдық. Бұл кісі өмірден алған тәлімі өте мол, салт дәстүрді қатты ұстанаттығын, соны жас ұрпаққа
жеткізсем деген мақсатпен жүреттігін, орыс болсын, қазақ баласы болсын, сол салт дәстүрді дәріптеуге бізді шақыраттығын. Сол кісіден тәлім тәрбие алып, енді міне өмір деген жылжып өтіп жатыр. Бұл кісі міне еңбек жол зейнеткерлікке шықса да өзінің жұмысын әрі қарай жалғастырып, соны шаршамай, талмай еңбек етті. Сол еңбегінің арқасында бұл кісіні Сәтбаев қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Бұл кісіні қатты құрметтейміз. Өзіміздің тек ұстазымыз емес, анамыз, өмірден жол көрсеткен, өмірге жол сілтеген ұстаз ретінде қабылдаймыз. Ол кісіге алғысымыз өте шексіз. Қайда жүрсе де тек жақсылық тілейміз. Есімде бір қызықты сәт, ол Кеніш Уәлиевнаның жаңа неге творческий шығармашылық несін беріп атқан тұғын. Сол кезде шамалы өлең шығараттығым, сол кезде бір өлең шығарған тұғым, соны айтып берейін. Кеніш апай, еңбегіңіз ақталды, бүгін міне жеңіс күні басталды. Еңбегіңіз мұражайда сақталды, атағыңыз Абылануда датталды деп, сөйтіп бұл кісіні біз шығармашылық жолмен шығарып салған тұғымыз. Жақсы адамның сөнбес шыққан шырағы, жақсы адамның сарқылмайды бұлағы. Балалар мен шәкірттерге әрдайым әр ісіңіз үлгі болып тұрады. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тіліне бал тамған ақында, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқанда, мал бағып терін төккен шопанда, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де, бәрі ұстаздан білім тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаз еңбегі ешқашан ұмытылмақ емес. Сол себепті де бүкіл адам баласы құрметпен ұстазға бас еді. Соның бірі орыс тілі мен әдебиет пәнінің ұстазы Татьяна Тропакова. Ол Кеніш апаны аса құрметтейтіндігін және ол кісіні үлгі тұтатындығын зор мақтанышпен жеткізді. Учитель, как много в этом слове. Он ведет учеников сквозь годы детства, отрочества, юности. Ұстаз, бұл сөзде қаншама мән мағына жатыр. Ол адамдардың өмірге көз қарасын, бір-біріне деген сый, құрмет сезімін қалыптастыратын, білім мен тәрбиенің ұрығын шашатын, адамгершіліктің нұрын төгетін адам. Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам жақсы қоғамдық қайраткер, ұлы тұлға болып өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп көркейтеді. Осындай мамандықтың иесі Кеніш Уәлина Уәлиқызы болатын. Менің ең тамаша әріптесім. Мен оны 1982 жылдан бастап, яғни осы мектепке орналасқаннан бастап танимын. Ол өзінің білікті мамандығымен барлық қала мектептеріндегі жас мұғалімдермен бөлісіп тәрбиелейтін. Біз екеуміз достық қарым-қатынаста жұмыс істедік. Мұхтар Әуезов мұражайын ашқанымызда біз 11-ші сыныптың сынып жетекшілері болдық. Түлектеріміз әлі күнге дейін Ұлытаудың баурайында өткен күндерді еске алып отырады. Біз ол кісіні құрмет тұтамыз. Мектебімізде түрлі мерекелік іс-шаралар өтіп жатса, Кеніш Уәлиқызы үлкен қуанышпен келеді. Мен ол кісіге зор денсаулық, туысқандары мен таныстарының құрмет көрсетуін тілеймін. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі деп ғұламалар айтқандай, кез келген адам ұстаз бола алмайды. Себебі ұстаздық өнер, тағылымы терең өнер, ал өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбек ұштастырылуы шарт. Сонда ғана білікті ұстаз бола аламыз. Сондай ұстаз осы Кеніш Уәлиқызы. Ол осы орыс мектебіне келгенде орыс балаларға қазақ тілін үйретуді көздеген және үйреткен де. Саламатсыз ба, мұғалім?
ұстазды сыйлаймыз құрметтеп, бар бала өнеге ылғи етпек. Соғылған қоңырау үнімен білімге шақырып тұр мектеп. Қиындығымен бірге қызығы да жетерлік. Ең бастысы жауапкершілігі жоғары мамандықтың бірі ұстаздық ету екені ақиқат. Өйткені бұл мамандық иелерінің мойнына еш нәрседен хабары жоқ. Мыңдаған тардай ғана бүлдіршіндердің бойына білім нәрін сеуіп, тәрбие ұрығын егіп, таудай азамат етіп шығару міндеті жүктелген. Сондықтан басқа мамандық иелерінің баршасы да ұстаздарға борыштар екенін баршамыз білеміз. Осындай кішкентай ғана бүлдіршіндерді үлкен азамат етіп, білім мен тәрбие беруде ұстаздардың орны әрқашанда биік болмақ. Әрине, осындай білім беру ісінің үздігі болған Кеніш Уәліқызына қазақшаға тілі келмесе де өздерінің өлеңдерін оқыған өзге ұлттың оқушылары жетерлік екендігін аңғардық. Білімін бұлағым, ардақты мұғалім, білімін бұлағым, таусылмас сен жайлы, тасқында жүр әнім. Білімнің кілтіндей әліпе ұстасқан, оқуға еркінлей, тоқуға ұстартқан, қамқары ол қыздың, мұғалім ол біздің. Бір 1990 жылы Мұхтар Әуезов атындағы номер 14-ші орта мектепте директор болып келген Гүлнара Шахмұратқызы да Кеніш Уәліқызының қаталдығын, айтқаннан қайтпайтын жан екендігін есіне алып, ол кісіге деген ақ тілегін білдірді. Біздің осы мектептің ұстазы Кеніш Уәліқызы мен 1990 жылдан бері танымын. Сол жылы ақпан айында осы мектепке жұмысқа тұрған болатын. Маған тәлімгер қып, осы кісінің тәлімгері болады, осы кісі тәлімгер болады деп мені осы кісінің жұмыс жасап жатқан 14-ші кабинетіне жіберген болады. Содан бері 25 жылдан артық уақыт өтіп кетіпті. Сол 25 жылдай бұл кісіні мен жақсы білем деп те айтуға болады. 10 жылдай қазақ тілі пәнінің мұғалімі болдым. 2000 жылы мен 5-ші мектепке директор болып кеттім. Сол 10 жыл ішінде осы кісімен жұмыс істескен уақыттарымызда бұл кісі бізге тәлімгер де болды деп айтуға болады. Тәрбиешіміз сияқты да болды. Анамыз ретінде де, ұстаз ретінде де бір көптеген осы кісіден тәрбие алдық деуге болады. Бір жерлерде дұрыс істемей қалып тұрсам, бұл кісі келіп үстімізден жаңа мынау дұрыс емес деп қатты айтып қалады, қойып. Сол кезде ойланам, мен мынаны дұрыс жасамаған екен ғой деп. Сол 2000 жылдан бері 5-ші мектепте директор болған уақытымда жаңағы жиналыстарда мынандай айтам Кеніш Уәліқызы туралы. Екеуміз бір кабинетке мұғалім қылды, екеуміз қазақ тілі пәнінің мұғаліміміз орыс сыныптарында. Кеніш Уәліқызы түсте жұмыс жасайды, мен таңертең істеймін. Содан кейін бұл кісіге кабинетті өткізбесең, ешқашанда ол кабинетті жаңағы бізден алмайды, өткізу керек. Содан бұл кісіні екінші ауысымға күтіп отырам. Бұл кісі келеді де қолына указканы алып тексереді ішін, кабинеттің тазалығын, барлық орнында ма деп. Содан тексеріп келе жатып, мен қарап тұрмын, кабинетім тап-таза деп. Бір кезде қолында указкамен келді де, батареяның артында бір қағаз жатыр екен. Алды да мен арқамнан бір қойды. Мынау не деп? Жаңа қағаз жалмажан жұлып алып жинап, сосын ойладым, қалай болса солай жұмыс істеуге болмайды екен ғой деп. Осыны директор болған уақытымда мұғалімдерге айтып тұрамын. Біз бір кабинетте жұмыс істедік, дос болдық, бірге ұстаз болдық, бірақ жұмыс бабында біз басқаша көзқараспен қарадық, жұмысымызға сондай бір жақсы жаңағындай дұрыс қарауға бұл кісі үйретті. Содан кейін 90-шы жылдары мұражай ашу керек болды Мұхтар Әуезовтың. Сол кездерде бұл кісі бізді ұйықтатпайды. Кеш болсын, таңертең болсын, мынау Кеңгір ауылында Мұхтар Әуезовтың бір қарындастары тұрып, Фаузия Ахметовна деген кісі. Қазір ол кісі бұл өмірде жоқ.
мұғалім, ұстаз. Сол кісінің үйіне барып, жаңағы жәдігерлер жинаймыз. Мұхтар Әуезовтің киген баяғыда бір шалбары, кітаптары, суреті. Сол үйден шықпаймыз. Жаңағы Кеншуалиевна жаңа кісілерге де дамыл бермейді, мұғалімдарға бізге де дамыл бермейді. Сөйтіп жүріп біз ол Мұхтар Әуезов атындағы мұражайды аштық. Өте бір жақсы қылып аштық. Ол кездегі директор Вера Николаевна деген кісі болды, Югай. Сол кісі көмектесіп, осы көп жұмысының басы қасында осы Кеншуалиевна жүрді. Ол мұражайға бұл кісінің еңбегі зор деп айтуға болады. Ол мұражай туралы біз жаңа көп айтып отыратынбыз. Осы кісі сөйтті, іштеме жоқтан жаңа бар жасаған кісі. Енді мұражай ашылды ғой. Енді оның ашылу рәсімі болды. Ашылу рәсімі кезінде енді бұл кісі бізді қояр да қоймай бәрімізге жаңағы Мұхтар Әуезовтің шығармаларынан үзінді ретінде спектакльдер қойғызды. Соның ішінде еңлік кебекті анау ту жезқазғаннан келіп суретке түсіріп, мен кебектің рөлін ойнағам. Ер кісінің. Соны ойнасаң да ойнайсың, ойнамасаң да ойнайсың деп осы кісі бізге жаңағындай сұрамайды да бізден. Ойнайсың ба деген ондай сұрақ болмайды. Одан кейін тағы да ашылу рәсіміне кейіннен де жыл сайын біз ашық есік күндерін беріп тұрдық Мұхтар Әуезовтың творчествосына арнап. Сол кезде тағы да бір көптеген жетім деген жаңағы оқушылармен қойғыздырады. Осындай көптеген іс-шаралардың басында Кеншуалиевна жүрді. Шынымен бұл кісінің бұл осы 14-ші мектепке сіңірген еңбегі зор деуге болады. Мен шын өз семьям ретінде де мысалы бір үйдегі шаруаларым дұрыс істемей қалсам да келіп Кеншуалиевнамен бөлісем. Сонда айтам, Кеншуалиевна, мына бүйдегенде бүйдет, мынаны сүйдет десем, бұл кісі айтады, неге сен үй деп айтасың, сенікі дұрыс емес деп мен бетіме айтып тастайды. Сосын кейін ойланам, мына кісінікі дұрыс екен ғой. Бұл кісі енді көп көрген, көп біледі деп ойлаймын. Осындай кісілерден сұрап тұру керек деп ойлаймын. Сондықтан бұл кісімен өткізген 10 жылдан артық уақытымды бірге жұмыс жасасқан. Енді содан кейін 14 жылдан кейін мен қайтып осы мектепке директор болып келіп тұрмын ғой. Бұл кісі енді жоқ, пенсияға кетіп қалды. Келген күні бұл кісіге звондадым, айттым, Кеншуалиевна, мен келсем сіз жоқ екенсіз. Неге емес, қайтып келіңіз, қазақ тілі пәнінің мұғалімі болыңыз десем, бұл кісі күліп жатыр. Сондықтан оған өкінбеймін, бір жақсы тәлім тәрбие қылдым деп ойлаймын. Енді Кеншуалиевнаның кішкентай балаларын да көрдім. Бұл кісінің әсіресе мынау өзінің жолдасы бұл өмірден өтіп кетті. Сол кісі біраз ауырды. Сол кісіге жаңағы жұмысқа бұл кісі өмір жаяу келеді, жаяу келіп жаяу кетеді. Бұл кісі ештемені күтпейді. Сонда қараңыз, таңертең келіп, таңғы 8-де кешкі жұмыстан шығып 6-да ту қалаға, жаңа больницаға барады, бұл ауруханаға, жолдас ауруханада жатады. Сонда ойлап отырам, бір Алла тағала бұл кісіге бір күш берген шығар. Өйткені әрбір адам ондай істей алмайды деп ойлаймын. Осы жерге жүгіріп келіп сабақ беріп, одан кейін қайттан үйіне барып, одан тамақ алып қалаға барып, одан қайтып келіп, одан сабаққа дайындалып, одан келу. Сонда өзіңіз ойлаңызшы, бұл кісі қанша уақыт ұйықтады? Азақ ұйықтап тұр ғой, үйдегі шаруа бар. Сондықтан мен бүгін Кеншуалиевнаға айтар едім, Кеншуалиевна, сізге денсаулық берсін, Алла тағала. Балаларыңыздың қызығын көріп жатсыз, мен білем, балаларыңыздың бәрін білем, өте тәрбиелі, бір өте осы біздің Қазақстанның азаматтары деп айтуға болады. Енді немерелерін жаңа айтып жатыр ғой, немерелерді сондай бір үлкен азамат болады деп сенемін. Отбасыңыздың ішінде әрдайым бақытты әже болып отыруға, оны біз сізбен көруге бір Алла тағала жазсын деймін. Денсаулығыңыз мол болсын, қызықты күндеріңіз мол болсын. Құттықтаймын, алда келе жатқан ұстаздар күнімен сізге шын жүректен алғысымды білдіріп, әрқашанда болыңыз деп айтқым келеді. Ұстаз жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын тапсыратын сенімді өкілі. Олар сол сенімді ақтай отырып, зерделі де зерек, парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына дартқан тұлғаларды тәрбиелеуде. Қазақ мектебінің болашағы туралы Мағжан Жұмабаев әрбір елдің келешегі мектебіне байланысты деп айтып кеткендей, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихи, әлеуметтік, мәдени, рухани болмысын дамытуға, қоғамдық өмір мен ұлттық мектепті қалыптастыруда ұстаздардың еңбегі зор екендігін айтып кеткен еді.
Әрине, ұстаз деген сөзде қаншама мән мағына жатыр. Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін, аяулы тұлға бейнесімен өзекте соғым. Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дартып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруде біздің Кеніш Уәлі қызының еңбегі зор. Осы мектепке 1980 жылы келіп, жұмыс бастадым. Бірақ енді ол уақытта осы мектепке келер медім, келмес педім. Оған ол уақытта өздеріңіз білесіңдер, орыстанып тұрған уақытымыз болған. Менің бітіргенім негізі Қарағандының мемлекеттік университетінде қазақ тілі әдебиет факультеті болған. Ол қазақ тілінің мұғалімдері көп, орын жоқ. Бір жыл келдім, орын жоқ дейді, барып өзімнің бұрынғы мектебімді істей бердім. 2 жыл келдім, жүрексіндік қой қанша дегенмен. Тағы жоқ, сосын 3 жыл ойладым, жарайды, не де болса орысты адам ғой, көрейін. Сөйтіп осы мектепке келдім де, орнығып қалдым. Енді осы мектепте істеп жүрген уақытында Гароноға да шақырды, жаңадан 27-де мұғалімдер де шақырды, жаңадан 4-ші мектеп ашылды, бәрі шақырды, гимназияда шақырды. Бірақ менің бір жаман әдетім, бір жерде не бастасам, сол жерде отырып қалам да, орнынан қозғалғым келмейді. Сосын ойладым, қайда барғанда да бір жұмыс осыларды көрейін не де болса. Бірақ енді алғашқы келген уақытта қанша деген өзге ұлттың арасында істеу оңай болған жоқ. Өйткені бір ауыз олар ештеңе білмейді, және келген мұғалімдер шатпайды екен, жасыратын жоқ. Сосын бір күні олар жаңа маған айтады, қашан кетесің дейді. Орыстар ұялмайды ғой. Сосын мен айттым, сендер қашан кетесіңдер? Мен қалам. Қазақта мақал бар. Су ағады, тас қалады. Как переводится дейді. Су деген не деймін? Вода. Ағады, это что? Течет дейді. Тас қалады. Тас деген камень қалады. Остается, значит, мен сендер сусыңдар, мен таспын, қалам. Міне сөйтіп сол ақыр айтқанымдай осы жерден жақсы жаманды істеп, енді абыройсыз болған жоқпыз. Біраз шәкірттер тәрбиелеп, оның барлығы қазір әр салада жұмыс істеп жүр. Өздерінің еліне, Ресейіне кеткендер кетті, барып қайтып келгендер келіп жатыр. Бір талай жыл жұмыс істеп, мінекей біздің қазіргі мұғалімдарымыз да, сол уақытта жаңадан келген жас маман болатын оқушыларымыз да бүйтіп жүргенде біраз уақыт өтіпті. Осындай қызықты кездерін есіне алған Кеніш апа зейнетке шығатындығын естігенде қатты таңғалған екен. Алайда мектеп директорының жақсы қасиеті жұмыс істей бергені деп жастарға және мектеп ұжымына деген тілегін жеткізді. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет айтам. Мынау жастарға табандылық тілеймін, жігерлілік тілеймін. Біздің Қазақстанның адал қызмет етіп, қазақ тілін үйретіңдер. Біз үйретпегенде кім үйретеді оларға? Олар енді қазір үйренгілер келмейтін, қазір өздері сұрап үйреніп жүр. Өйткені қазіргі заманда өмір талабы солай болды ғой. Сол талапқа біз жетуіміз керек. Қайткенде де табандылықтың арқасында. Ал алғашқы мен келгенде олар бір ауыз орысша, бір ауыз қазақша білмейтін. Үйрен десек, оны үйренгілері де келмейтін. Қазір енді өздері сұрап үйренеді, жақсы. Сондықтан мен өзім еңбегімді бағалағанын бәрін рахмет айтам. Көптен көп, әрине көпке топырақ шашуға болмайды. Осындағы оқушыларым да барлығы да көшеде болсын, қайда болсын, ата-аналар барлығы осы ой Кеніш уайымына сіз кеткеннен бері балаларымыз өйтіп қалды дейді, оған да рахмет деп айтамын. Сондықтан өздеріңе де еңбек жемісін жей беріңдер деймін. Қайткенде де осы қазақ тілінің, қазақ мамандарының көп болғанын қалаймын мен. Жанына 3 немересін ертіп әкелген Кеніш Уәлі қызы мектебін көріп, қуанышқа бөленіп осылай алғысын білдірді. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толықманды интеллигент емес. Әр адамның ең жақын досы кітап болғанда, сол нәрлі достық ең әуелі әдебиет кітабымен достасудан басталады деген ұлы жазушы Мұхтар Әуезов ағамыздың осы сөзін жанына жақын ұстаған Кеніш Уәлі қызы үлкен бастаманы қолға алып, алғаш рет қаламызда 1997 жылы Мұхтар Әуезов атындағы мұражайды ашқан. Алайда Кеніш Уәлі қызының зейнетке шыққанына байланысты ма, белгісіз, қазір бұл мұражай жұмыс істемейді. Қаншама тер төгіп,
осы мұражайды ашқанымен, ол мұражай орнын сақтап қалмаған секілді. Ұлы жазушы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Мұхтар Әуезовтің көптеген еңбектері бар екенін баршамыз білеміз. Мұхтар Омарханұлының атына алынған номер 14-ші орта мектепте ұлы ғалымның мұражайы тұру керек деген сөзін алға тартқан Кеніш Уәлина мектептегі ұстаздарды күні түні жұмсап, Мұхтар Әуезовтің естеліктерін, кітаптарын, суреттерін, тағы да басқа құнды заттарын жинастырып, 1997 жылы үлкен қуанышпен ашқан екен. Ондағы заттарды көздің қарашығындай сақтаған Кеніш апа мұражайда балалармен бірге қызықты көріністер мен әртүрлі іс-шаралар өткізген көрінеді. Көш келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам, балам. Қазақ тілін жетік білмеген орыс балаларына осы Мұхтар ағамыздың ерен еңбектерімен көптеген шығармашылықтарын, өлеңдерін жаттатқызып, қазақша сөйлесуді үйреткен. Алайда бұл мұражайдан бір естелік қалмағандығын естіген Кеніш апаның көңілі су сепкендей басылды. Мүмкін директорлардың ауысқанына байланысты болар деген Кеніш апа осы ерен еңбегімді өзге жандар еске алып тұрса болғаны, ешкімге кінә артпаймын дейді. Еңбек жолын ұстаздық мамандықпен бастаған Кеніш Уәліқызы биылдан бастап зейнетке шықты. Алайда өзінің ұлағаттылығымен, біліктілігімен еңбегі бағаланып, жоғары атақ абыройларға ие болған. 1996 жылы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі атағы берілген. Селолық советтің депутаты болып, 1990 жылы еңбек ардагері медалін алып, 2002 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл толуына байланысты медаль табыс етілген. Және 2007 жылы қала әкімі Сәтбаев қаласының құрметті азаматы атағын берген. Бұдан бөлек бірнеше рет республикалық, облыстық, қалалық құрмет грамоталарымен бірге Нұр Отан партиясы облыстық филиалы атынан және әкімшілік қалалық оқу бөлімдері атынан арнайы алғыс хаттармен марапатталған. Айта берсек, ұстазға тіл жетпеген, кімге ұстаз білім нәрін төкпеген, айтыңдаршы, адам бар ма өмірде, ұстаздарға қарыздар боп өтпеген деп, біз Кеніш Уәліқызының осындай еңбегін үлгі тұтуымыз қажет. Биіктерді бағындырып, көптеген шәкірттердің қанатын қатайтқан Кеніш Уәліқызына тек бақыт тілейміз. Балалары мен немерелерінің қызығын көріп, алдағы уақытта шөбере сүйіп, солардың қызығына тоймай, орталарында күліп ойнап жүре берсін деген тілек білдіреміз. Алдамасын үміт бізді, жетелесін арманға, ұстаздардың қасиетін кемітетін жан бар ма? Еліміздің келешегін тәрбиелеп отырған бас иіңдер, ұстаз деген қасиетті жандарға деп біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Ұстаздардың еңбегі жандана берсін. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.